Ел президенті болса Тоқаевты қандай қызметке тағайындайды? Керек болса оппозицияға кетсін. Менің артымда халық тұр. Халықтың кредитін жауап бере аласыз ба? Тимур Құлыбаев қазір менің шотыма ақша салса, ертең сағат 11-ге Әміржан Қосановтың жеңілу рәсіміне ақша төлеп қойды дейді. Астана атын қайдан қалпына келтіресіз бе? Назарбаевпен енді кездессеңіз. Иә. Армысыздар құрметті қажет арнасының көрермендері. Біздің қажет сұхбат жобамыздың бүгінгі қонағы, басты қонағымыз ел президенттігіне үміткер Әміржан Қосанов мырза. Қош келдіңіз, Әміржан Сағидрахманұлы. Сәлеметсіз. Біздің қазір халықтың арасында Қосановты қос қолдап қолдар едім, бірақ жақсы жете танымайды екен. Ол кісі кім деген сияқты сұрақтар көптеп түсуде. Жалпы өзіңізге бір мінездеме берсеңіз. Мен көп балалы отбасында туған қарапайым қазақтың баласымын. Мамандығым журналист. Мемлекеттік қызметте болдым. Қазақстандағы ең жас министрдің орынбасары болдым. 28 жасында үкіметтің баспасөз қызметін басқардым. Содан кейін міне 22 жыл бойы ресми саяси оппозициядамын. Яғни мен өзімнің әріптестеріммен бірге бірқатар оппозициялық партиялар мен қозғалыстар құруға атсалыстым, оны басқардым. Қазір тәуелсіз журналистпін, қоғам қайраткерімін. Осыдан бір жыл бұрын әріптестерімізбен бірге жаңа Қазақстан деген форум құрдық, бірақ өкінішке орай оны тіркемеді билік. Қазіргі таңда мен ұлт тағдыры атты республикалық ұйымның атынан Қазақстан президенттігіне кандидат болып тіркелдім. Қазір сол үгіт насихатын жүргізіп жатырмыз. Сіздерге үлкен рахмет. Ал өзіме мінездеме беру жағынан мен жалпы өзім қарапайым қазақпын, бірақ қарапайымдылығым менің ол тек қана өмірде болып жатқан оқиғаларға үндемей селқос қарау емес, менің қарапайымдылығымның басқа қырлары бар. Ол біріншіден мен мына әділетсіздікке, өтірікке, адамдарға қиянат жасауға қаным қарсы, жаным қарсы. Сондықтан сол әділетсіздікке қарсы болғандықтан мен міне 22 жыл бойы апта сайын қазақша, орысша мақала жазып келе жатырмын, және 22 жыл бойына осы оппозицияның қатарындамын. Сондықтан мына сайлауға түсуімнің де бір себебі осы бостандық, шындық, әділеттік секілді бізде қазір қат болып жатқан, дефицит болып жатқан ұғымдарды мен Қазақстан саясатына, соның ішінде мемлекеттік саясатына кіргізгім келеді. Енді сізді қолдап отырған, сізге дауыс беретін адамдар туралы не ойлайсыз? Олар қандай адамдар жалпы? Мен енді сегмент бойынша айтатын болсақ, біріншіден әрине қазіргі таңда оппозиция қатарынан шығып отқан жалғыз кандидат мен. Сондықтан қазіргі жағдайға көңілі толмайтын, билікке сын айтатын, қарсы пікір айтатын электорат менің жағымда деп ойлаймын. Екіншіден, ол электораттың да бой көрсету әртүрлі. Мен өз басым биліктің ішінде де жүріп, билікке қатысы бар бизнесте де жүріп, іштей тынып жүрген, осы қазіргі заңдар мен ережелерге көңілі толмай жүрген, бірақ өзінің пікірін ашық айта алмай жүрген азаматтарды сол электоратқа қосар едім. Үшінші, сөзсіз ол мына біздің жастар. Өйткені қоғам өзгеріп жатыр, әлем өзгеріп жатыр, дүниедегі саяси оқиғалар, саяси процестер, трендтер, олар Қазақстанға да өз әсерін келтіріп жатыр. Бұрын біз демократия десек, ол тек қана Батыс Европа, Америка, дамып кеткен өркениетті мемлекеттерге қатысты айтатын едік. Қазір демократия дегенде араб елдерін айтып жатырмыз. Демократия деп жатқанда постсоветтік кеңістіктегі кешегі Совет одағының құрамында бізбен бірге 15 республиканың бірі болған мемлекеттерді айтып жатырмыз. Сондықтан демократиялық процестер қазір Қазақстанның есігін қағып тұр. Мен кірейін деп. Сол процестерді қолдайтын жастар, қазіргі мына ғаламтор арқылы, әлеуметтік желі арқылы еркіндікті аңсайтын, бостандықты аңсайтын, қазіргі авторитарлық жүйедегі барлық қырсықтар мен қисықтарға қарсы жастар мені қолдайды деп ойлаймын. Жастар қолдап жатыр, қолдағысы келіп жатыр. Алайда сіздің замандастарыңыздан немесе бір белгілі топтардан ба мынандай сұрақтар келіп жатыр. Немесе арандатушылық па, Ақорданың жобасы сізді биліктің адамы деген. Сіз оған жауап бердіңіз қысқа нұсқа. Бірақ сонда да халықтың күмәні әлі арылар емес. Соған бір нүктесін қоясыз? Нүктесін қалай қоямын? Біріншіден мен онда Ақордадан анықтама алып келейін бар. Әміржан Қосанов бізде жұмыс істемейді, бізге қатысы жоқ. Біздің агентіміз емес деп. Басқа не айтамын? Екіншіден, қазақта сөз бар, отырсаң опақ, тұрсаң сопақ дейді.
мына қазіргі мені сынап жүрген, қаралап жүрген адамдар, мен ойлаймын, егер де мен түспегенде, олар да жазар еді. Қосанов қорықты, билік бұның аузын жапты, бұғып қалды, оның ана Қазақстан заңдары бойынша түсуге мүмкіндігі бар еді. Сондықтан бұл түскен деп. Сондықтан мен бұл жерде опақпын ба, сопақпын ба, Құдайдың өзі біледі. Ең басты менің айтарым, мені қаралап жатқан адамдарды тыңдағанда, айналайын, ағайын, бір сұрақ қойыңыздар. Осы 2 апта болды сайлаудың науқаны басталғанына. Неліктен өзін оппозиция санайтын кешегі менің әріптестерім, неге олар билікті сынамайды? Неге олар басқа кандидатты сынамайды, тек қана мені сынайды? Мен қазір жан-жағымнан осы анталап тұрған сияқты. Бірақ бір нәрсе айтайын, аққа Құдай жақ дейді. Кез келген саясаткерді, кез келген жария мінбеге шығып жүрген қайраткерді сынаудың бір ғана тесті бар. Бұл кісі өзінің позициясынан ауытқыды ма? Бұл кісі өзінің осы күнге дейін айтып келе жатқан сөздерінен алыстап кетті ме? Басқаша сөйлей бастады ма? Бас билікке қатысты мен 22 жыл бұрын қалай сөйледім, мен қазір сол сөзімді қайталап келе жатырмын. Сондықтан да менің аузымды ешкім жаба алмайды, менің сөзімді ешкім бұрып, сен бүйтіп айт, сөйтіп айт деп айта алмайды. Менің бағдарламама қараңыздар. Бізде бір үлкен қателік бар. Сайлау туралы айтылғанда біз жеке тұлғалық қасиетке ұрынып кетеміз. Біреуге мен шыққан тегім ұнамауы мүмкін. Біреуге менің қазақшылығым ұнамауы мүмкін. Мысалы, қазақша сөйлесем, орысша сөйлейтін қазақтар шығады, сіз неге орысша айтпадыңыз деп. Орысша сөйлесем, қазақ тілді қазақтар шығады, неге орысша сөйлейсің деп. Менің ауылдан шыққандығым ұнамауы мүмкін, менің мамандығым ұнамауы мүмкін, менің түрім, сүрім ұнамауы мүмкін, бірақ менің бағдарламама қараңыздар. Менің бағдарламамда қазіргі Қазақстандағы билікке жалғыз балама пікір айтып, сыни пікір айтып, конституциядан бастап бәрін өзгертем деп айтып жатқан мен. Сондықтан ол әртүрлі алып қашпа әңгімеден гөрі менің бағдарламама және күн сайын мен эфирден болсын, кездесуде не айтып жатырмын, соны қарау керек тұрмын. Басқа мен нүктесін қоюды білмеймін, бірақ мен сізге бір ашығын айтайын. Айтыңыз. Сол біраз азаматтармен мен бірге қанды көйлек жолдас болып жүрдім. Кезінде бірге митингілерде бірге болдым. Кезінде бірге сотталдық, бірге ұрылдық, жығылдық. Меніңше бұл жерде кейбір жағдайда іштарлық бар ма деп ойлап қаламын. Көреалмаушылық балма деп ойлап қаламын. Неге? Бұрын көлеңкеде жүрген, анау Серікболдысын Әбділдин ағамыз шыққан кезде штабта жүрген қарапайым қызметкер болып, Әкежан Қажыгелдин шыққан кезде партиясының орынбасары болған, Жармахан Тұяқбай шыққан кезде оның бірінші орынбасары болған, кеше ана Жармахан Тұяқбай, Болат Әбілов және мен басқарған ЖСДП Азат партиясы шыққан кезде өзі көзге түспей штабтың бастығы болған Қосанов неге шығып жатыр деген ой бар сияқты. Айналайын ағайындар, мен осыдан бір ай бұрын эфирге шығып айттым, Қазақстан оппозициясы сайлауда не істеу керек? Бәріміз жиналайық. 70 адамбыз ба, 100 адамбыз ба, 500 адамбыз ба, бір залға жиналайық. Соны жиналайық та осы сайлауға қатысамыз ба, қатыспаймыз ба деген тактика құрайық. Егер бойкот жарияласақ, бәріміз бірге жариялайық. Ол ұжымдық, ұйымдасқан, бірлікшіл бойкот болу керек. Сол кезде оның әсері болады, эффектісі болады. Дедім, өкінішке орай Жасарал Қуанышәлін ағамыз шықты, қызық, өзі шықты, мен түсем деп. Сосын артынан түспейтін болып, түскен мені Ақорданың жобасы дейді. Хасен ағамыз шықты, Ермұрат ағамыз шықты, осы ЖСДП-дан бәрі шығам деді басында. Артынан келді, бәрі бойкотшыл болып кетті де, мен шығам деген маған қарсы шықты. Екінші мен айтайын деп отқаным ол жаңағы жағдай туралы. Екінші біз анықтайық, кімді кандидат қыламыз. Қазіргі таңда кім соған лайықты, соны қолдайық. Исатай басшы, мен қосшы болайын. Мен сол бәріміз тоқтаған, бәріміз таңдау жасаған кандидаттың командасында болайын деп мен ашық айттым. Бірақ осы екі мен ұсынысымда біріккен оппозицияның қарауында қаралмады. Сондықтан мен өзім азамат ретінде, саясаткер ретінде осындай таза жеке басымның оппозициялық тәуелсіз кандидат ретінде шешімді қабылдадым. Бәлкім менің олармен ақылдаспай шешкенім, олардың не айтып, не қойып атқан, қарап атқаннан кейін, сосын көңілім қалғаннан кейін шыққаным бүкін оларға ұнамай жүрген шығар деп ойлаймын. Сондықтан басқа себептерді мен көріп отырған жоқпын. Бұл әңгімелердің артында тағы да бір екі жайт бар. Мен шетелге кетіп қалған жоқпын. Мен елдің ішіндемін. Мен Қазақстан конституциясы мен заңдарын сынаймын, бірақ оларды мойындаймын. Мен солардың аясында жұмыс істегім келеді. Мен тіркелсек, жаңа Қазақстан форумын қазіргі Қазақстан заңдары бойынша тіркегіміз келіп болмады. Сондықтан
мені кейде мемлекеттік телеарналар эфирге шығарады. Кейде мемлекеттің қатысы бар бұқаралық ақпарат құралдар менен сұхбат алады. Өйткені мен сарапшы ретінде сөйлеймін, саясаттанушы ретінде сөйлеймін. Бәлкім менің сол шығуымды олар бір билікпен ау жаласқан деп ойлайтын шығар. Мені соттамайды дейді, мені кезінде соттаған, ұрған, соққан, абақтыға жапқан, мен барып енді полицияға барып алып, мені соттаңдар деп айтпаймын ғой. Сондықтан бәлкім осы менің билікпен мәміле туралы айтамын. Мәселен, мені кейде биліктің сойылы соғады дейді. Бірақ осыдан 2 жыл бұрын рухани жаңғыру туралы бағдарлама шыққанда мен қолдадым. Өйткені онда Алашорданың идеясы айтылды, онда тіл мәселесі айтылды, онда Қазақстанның киелі жерлері туралы айтылды, онда патриотизм туралы айтылды. Неліктен мен оны азамат ретінде, өзім журналист ретінде қолдамаймын? Бәлкім мен сондай биліктің кейбір қадамдарын қолдағанымда мен билікпен ау жаласқан ба деп ойлайтын шығармын деп ойлаймын. Сондықтан менің жауап берерім сол. Мен Ақорданың жобасы емеспін. Мен өмірден өткен әкеммен, қазір 80-ге келген шешемнің жобасымын, және менің артымда ешбір олигарх, ешбір ат төбелінде алпауыттар тұрған жоқ. Менің артымда Қазақстанда өзгерісті, жаңалықты аңсаған халық тұр. Бәрі деп айта алмаймын. Және де мен біріккен оппозицияның өкілімін деп тағы айта алмаймын. Ана жақта Мұхтар Әблязов мен жамандап жатқанда, мына жақта ЖСДБ партиясы бойкот жариялап жатқанда, басқа да қоғам қайраткерлері маған қосылмай жатқанда, мен біріккен оппозицияның өкілімін деп айта алмаймын. Мен қанша мені сынаса да Жасарал Қуанышәліні сыйлаймын. Қанша сынаса да Хасена Қожахмет ағамды сыйлаймын. Маған қосылмаса да Ермұрат Бапиді сыйлаймын. Мұхтар Әблязовты өзінің билікті әшкерелеген рөлін мойындаймын. Мен оларға қарсы жеке басына тиіспеймін. Мен тек оларға айтатым, 9 маусымға дейін мен жамандауды тоғыра тұрыңдаршы. Онан кейін жамандаңдар мені болатын болса. Маған өткені бойкот жариялаған кезде сайлауға келмейтін адамдар, олар потенциалды мені қолдайтын адамдар, Тоқаевты емес. Сондықтан мен өзім даусымнан айырылып қалам да. Сондықтан сол наразылы топтың, наразы халықтың өкілдерін сайлауға бармаңдар деп үгіттемеңдерші. Олар келсін, даусын берсін деп айтқым келеді. Енді бір мақсат, бір мүдде, ұлттың бір жақсы болса деп отырсыздар. Барлығыңыздың жаңағы елегендеріңіз бір терінің пұшпағы ретінде жүріп жатырмыз, айтып жатырмыз дейді. Бірақ бұл бір жаңа өзіңіз айтып өткендей жеке бастың арасындағы бір реніштермен немесе қызғаныштан ғана болып отыр ма? Егер сондай болып жатса, неге ол кісілердің өзі шыға алмаса, сізді қаралау керек? Бүткіл елді, халықты бір биік дәрежеге көтерем деп отырған адамдарда сондай бір кішкентай пендешілік, ол негізі жарасатын нәрсе ма? Біз сияқты жастарға біз қалай үлгі болады мына түрімен? Пендешілік ешкімге де жараспайды. Жай адам болсын, қатарда жүріп саясатқа араласпайтын, және үлкен тұлға болсын, пендешілік ешкімге жараспайды. Жалпы пендешілік ол жоқ емес, әркімде бар. Бірақ пендешілікпен өзіңнің менде де кемшілік жетеді. Менің де осы саясатта жек көретін талай адамдарым бар, ұнатпайтын адамдарым бар. Бірақ егер де ол демократия, оппозициялық тұрғыда ой пікір айтып жатса, егер де ол халықтың жағында сөйлеп жатса, ұлттық идеяларды қолдап жатса, мен оларды қолдаймын. Мен ұнамай деді, қойшы бір кезінде бүйтіп қалдық, сөйтіп қалдық деген пендешілікке бармаймын. Сондықтан меніңше ол қазіргі таңда кез келген саясаткердің жауапкершілігі. Тағы да қайталап айтайын. Президент сайлау ойыншық емес. Президент сайлау өте жауапты кезең. Халықтың үміті. Халықтың үміті. Сосын тағы да қайталап айтайын. Егер де бүкіл оппозиция бірігіп, бір үлкен форум өткізіп, біз бәріміз бойкот жариялаймыз дегенде, мен сол оппозицияның бір өкілі ретінде мен де қосылар едім. Мен де бүйректен сирақ шығармас едім. Ондай форум болған жоқ қой, талқылаған жоқпыз ғой. Талқылауымыз керек еді, отыруымыз керек еді. Сондықтан ол пендешілікті өкінішке орай, мына менің бір досым айтады, белгілі тұлғаларды тек қана олардың кітабын оқу керек, я айтқан әнін есту керек, я мінбеден сөйлеген сөзін тыңдау керек, оларды тұрмыста көрсем қарным ашиды дейді. Сондықтан бұл саясатта да әртүрлі адамдар бар, бірақ тағы да қайталап айтамын, мен осы 22 жылдың ішінде оппозицияның бірлігі жолында жанымды берген адаммын. Сол үшін өзімнің біраз амбициямды тыйып тастап, басқалар адамдардың шашбауын көтеріп жүрген адаммын. Сондықтан соның бәрін ұмытып, пендешіліктен арылып, әлі де кеш емес, сол бойкот жариялаған азаматтар келсін менің штабыма, қол ұшын берсін, облыстарға барсын, мен үлгере алмай жүрген ауылдарыма барсын, осыған барып көтерілсін. Әйтпесе отырып алады да, біз бойкот жариялаймыз, бірақ Әміржанға аманатымыз бар дейді. Аманат беру үшін мен аманатым не? Кеше Қостанайдағы біздің ағайын менімен келіп, соны Торғайдан келіп, сізге аманат, президент болсаңыз Торғай облысын қайта қалпына келтіріңіз дейді. Міне менің аманатым.
Сондықтан отырып алып, мен бойкот жариялаймын, бірақ Әміржан бүйту керек, сөйту керек дегенді қою керек. Штабқа келіңіздер, осы жерде ақылдасайық. Мысалы, ертең дебат болады. Дебатта не айтамыз? Оны ақылдасайық. Сайлаудың тағы да жаңағы әртүрлі иірімдері бар. Қандай біз тактика ұстанамыз? Ақылдасайық. Жоқ, отырып алып та сыртта шетелде жиналып алып, маған ақыл айтады. Келіңіздер штабқа. Міне, штаб ашық есігі. Өте жақсы. Енді сайлауда қанша пайыз дауыс жинаймын деп ойлайсыз? Тоқаев? Енді әкімшілік ресурс бар. Бізде батпандап кірген мысқалдап шығады. Өзімде қарапайым адамдармен сөйлесіп жатырмын. Ай, әбеке, сіздікі дұрыс қой. Бұлар бірақ дауысыңызды ұрлап алады ғой деп айтып жатыр. Сондықтан жаңа өзіңіздер көрдіңіздер, біз бақылаушылармен тренинг өткіздік. Қазір барлық облыстағы штабтармен біз бақылаушыларды жасақтап жатырмыз. Және де Дос Көшім ағамыз бар, үлкен аманат жобасының солармен ынтымақтасып жұмыс істеп жатырмыз. Зәуреш Баталова басқарған Next жобасымен ынтымақтасып жатырмыз. Сондықтан 10 мың учаскені біз бәріміз осы біз қосандықтың штабы жабалады деп мен айта алмаймын. Сондықтан көп түкірсе көлдеп біз сол басқа ұйымдармен бірігіп бақылаушыларды жасауымыз керек. Ең бастысы, егер де дауыс ұрланатын болса, біздің қолымызда нақты дәлелдер болу керек. Сол дәлелдер болғанда, сол біздің нақты фактілер болғанда, біз бұл сайлаудың заңды ма, заңсыз екенін айта аламыз. Егер қолымызда ондай фактілер болмайтын болса, біз оны жалаң дәлелсіз оны қалай айтамыз? Сондықтан біз қазір барлық күшті бақылаушыларға салып отырмыз. Сондықтан пайызды уақыт көрсетеді, пайызды сайлау көрсетеді, пайызды тек қана учаскелік комиссия емес, пайызды біздің бақылаушылар көрсетеді. Сөйтіп мен айтар едім, бірақ мен енді түсінем әкімшілік ресурстың қаншалықты мықты екенін. Мен түсінем, егер де менің артында жаңа мен айтқан әріптестерім тұрғанда, бүкіл оппозиция тұрып, Әміржанды қолдайық дегенде, менің пайызым бұдан да көп болар еді. Әзірше мен жалғыз қалдым, жасыратыным жоқ, жалғыз қалдым. Мен сол оппозициялық күштердің қолдауынсыз әрекет жасап жатырмын. Бұның өзі менің пайыздарыма өз салқынын тигізеді, бірақ қалай болғанда да қазіргі біздің сеніп отырғанымыз ол халықтың қолдауы. Мен оны жасанды емес, өзім журналист ретінде, біршама психолог ретінде, мына өмірге реалды түрде қарайтын қайраткер ретінде сезем, екінші турға жете аламын. Егер қазіргі таңда әділ сайлау өтетін болса, мен Тоқаевтың да беделін, оны үкіметтің де беделін, атқарылып жатқан мемлекеттік саясаттың өзінің бір орнықтылығын мен жоққа шығара алмаймын. Ауызды қу шөппен сүртуге болмайды. Бірақ оппозициялық, демократиялық, наразы көңіл-күй қазір басым. Сондықтан мен соған сеніп отырмын. Бәлкім мен ол ауылға, ол ауданға бармауым мүмкін, бірақ әлеуметтік желі арқылы, мессенджерлер арқылы, видеоларым арқылы мен сол ауылдарға жетіп жатырмын. Бір ғана нәрсе айтайын сізге. Орталық сайлау комиссиясында тіркелгеннен кейін мен сөз сөйлегенмін. Сол кезде Заманбек, Алтынбек, Батырхан туралы айтқанмын. Міне осылардың аманаты бар, осылардың әруағы қолдасын деп. 25 минуттан кейін ба маған Нарынқолдан біреу телефон шалды, Аралдан бір телефон шалды. Сөйтсем Зәкен мен Батырханның жақындары екен. Солар жарты сағаттың ішінде менің орталық сайлау комиссиямда сөйлегенімді біліп отыр. Мен сосын сұрадым, біріншісінен сұраған жоқпын, екіншісінен сұрадым. Бұлар екінші қоңырау шалып жатсыз, сіз қайдан білдіңіз десем, WhatsApp-тағы сыныптастар тобынан естідім дейді. Міне, қазір бізге ресми бақтардың аса қатты қажеті жоқ, жасыратын жоқ. Оларға халық сенбейді. Оларға шыққан менің бір 15 минутым немесе күн сайынғы жарты минутым бұл дәнеңе емес. Біздің сеніп жатқанымыз Құдайдың өзі бізге қазір қарасып, әлеуметтік желілерді беріп отыр. Толық пайдаланып жатырмын деп ойлайсыз ба? Жоқ, толық пайдаланды мен айта алмаймын. Біріншіден көптеген ұсыныстар ақылы болып жатыр. Мен ақылыға біздің ондай қомақты қаржымыз жоқ. Екіншіден біздің штабымызда өзіңіз көріп отырсыздар, 5-6 адам жұмыс істейді. Менің артымда үлкен саяси технологтар жоқ отырған. Менің жаңа Қазақстан форумдағы әріптестерім Дос Көшім, Айдос Сарын, Расул Жұмалы, олар көмектесіп жатыр маған. Оларға рахмет. Олар бірақ күнделікті мына штабта істеп жатқан жоқ. Біз жалпы өзіміздің стратегиямызды, тактикамызды өз әріптестерімен ақылдасып жатырмын. Бірақ толық игердім деп айта алмаймын. Бірақ халықтың өзінің творчествосы, халықтың өзінің креативі, халықтың өзінің жерде жасап жатқан әртүрлі акциялардың өзі үлкен резонанс туғызып жатыр. Мен соларға үлкен рахмет айтқым келеді. Өткен жолы біздің қажетті арнасының ұжымы сізге Әміржан Қосановқа жастардың атынан үндеу деп видео жариялаған еді. Ол жерде баста айтылатын мәселе
тікелей эфирде дебат болса Тоқаевпен. Кеше ғана айтылды, дебат болады, бірақ телеарнадан Тоқаев қатыспайды деген мәселе. Біріншіден дебат туралы. Дебат ол керек, бірақ қазіргідей дебат ол жеткіліксіз. Мен 2008 ба 2011 жылдары ма осы дебатқа қатыстым хабарда. Сонда әркімге бір 2 минут деме уақыт беріп қояды. Ол 2 минутте не айтасың сен? Сосын 2 минут біреуге сұрақ қоюың керек, 2 минут біреуге жауап беруің керек дей ма, сондай бір нәрсе бар. Мен өзім жалпы классикалық дебаттарды қолдаймын. Яғни бірнеше дебат болу керек. Бірнеше. Бір тақырып экономика, бір тақырып әлеуметтік сала, бір тақырып саяси сала, бір тақырып сот жүйесі, тағы бір тақырып халықаралық қатынастарға байланысты мына мемлекеттік саясаттың, президент тікелей араласатын саясаттың негізгі бағыттар бойынша талқылау болу керек. Және оның уақыты ауқымды болу керек. 2 минутта не айта аласың? Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, мен Әміржан Қосанов дегенде 10 секундтан кетіп қалады. Сондықтан меніңше дебаттардың форматын сөзсіз өзгерту керек. Болашақта ол біздің Қазақстанның, қазақ халқының, Қазақстан қоғамының өркениетті саяси дәстүрлерге дайын екенін көрінісі болу керек. Бірақ қазіргі таңда өтіп жатқан дебатқа менің көңілім толмайды, әрине, саясаткер ретінде, бірақ шешінген судан тайынбас дейді. Осы дебатқа барамыз, және оған міндетті түрде барлық кандидаттардың өзінің қатысқаны дұрыс болар деп айта аламын. Сосын былай ғой, енді былай қарапайым түрде айтсақ, мен оппозицияның қазіргі жалғыз өкілі ретінде менің ана Тоқаевтан басқа 5 кандидатқа қоятын менің талабым да жоқ, оларға тілегім де жоқ, өтінішім де жоқ. Олар қазір мен сынап жатқан билікті қалыптастырып жатқан олар емес. Мен сынасам билікті сынаймын. Биліктің кандидаты Тоқаевты сынаймын. Оның жүргізіп жатқан саясатын сынаймын, жүйені сынаймын. Сондықтан әрине мен өзімнің басты тақырыбым, басты айтатын талабым дәл сол биліктің кандидатына Тоқаевқа қатысты деп ойлаймын. Ана басқалар ренжімесін, оларға ешқандай ренішім жоқ. Сіз президент болдыңыз. Астана атын қайдан қалпына келтіресіз бе? Міндетті түрде. Өйткені Астана аты Нұрсұлтан деп аталғаны ол волюнтаристік шешім болды деп ойлаймын. Және біздің саяси реформалар бабында менде референдум секілді жалпы халықтық дауыс беру арқылы конституцияға өзгеріс енгізу керек деген бап бар. Яғни парламенттің өзі де қателесуі мүмкін. Кейде парламентте билік басым болып, биліктің сойылын соғып кетуі мүмкін. Оның шешімдері соншалықты дұрыс болмауы мүмкін. Сондықтан конституцияға өзгеріс енгізу тек қана референдум арқылы жүзеге асу керек. Ал Астананың аты, басқаларының аты ол референдумның құзырында, конституцияның ішінде тұр. Сондықтан ол референдумның құзырында болу керек деп ойлаймын. Екінші мәселе ол меніңше сол көзі тірі адамның қаншалықты Нұрсұлтан Назарбаевтың қазақ халқында өзінің орны бар, өзінің сіңірген еңбегі бар болғанымен бәрібір ол халықтың шешімімен, референдуммен шешілу керек еді. Үшінші мәселе ол біздің мына ел ішіндегі ол кісінің беделіне өзінің нұқсанын келтірді деп ойлаймын. Төртінші, халықаралық аренадағы оның беделіне нұқсан келтірді деп ойлаймын. Сондықтан бұның бәрібір асығыстық, сондай жеке басқа табынушылық формасында қабылданған шешім деп ойлаймын. Сөзсіз ол атты өзгерту керек. 20 мамыр күні Францияда басқосу болды. Емін-еркін біздің Қазақстаннан белгілі бір кісілер барды, қатысты. Бұл Қазақстанға жалған оппозиция жасап отырған жоқ па? Бұл көмекші немесе бір бағынышты ретінде бір ойластырылған мәселе емес пе? Баяғыда біз жаңа Қазақстан болып Брюссель мен Вашингтонға барғанда да айтқан, сіздерді қалай жіберіп отыр шетелге деген айтылған. Осы мәселе. Сол кезде мен айтқам, егер де біздің 10 шақты жігітті бірден ұстап қалса, ана жақтан Европарламент шу етеді. Сендер байқаңдар деп біз биліктерге баспасөз арқылы айтқанбыз. Сондықтан мен өз басым оппозицияның ішінде де әртүрлі топтардың, күштердің, тұлғалардың болғанын қолдаймын. Қосанов Қазақстандағы жалғыз оппозиция емес. Сол сияқты кез келген өзін оппозиция санайтын азамат ол жалғыз тұлға емес. Оппозицияның өзінде идеологиялық айырмашылық болу керек. Біреу солшыл, біреу оңшыл, біреу центрист, біреу жасыл деген сияқты. Сондықтан оппозицияның ішіндегі плюрализмді мен қолдаймын. Бірақ менің айтып отқаным, сайлау кезінде біз бірігуіміз керек. Сайлаулар кезінде бір кандидат шығаруымыз керек.
сайлаулар кезінде бір платформаға бірігуіміз керек деген ойымды мен айтудан танбаймын. Сондықтан Парижде жиналды ма, Киевте жиналды ма, ертең Астанада жинала ма, Аралда жинала ма, Семейде жинала ма, Қостанайда жинала ма, әрбір азамат өзін оппозиция деп атауға, өзінің билікке қарсы бағдарламасымен шығуға құқылы. Сондықтан мен бұндай қадамдар тек қана қолдаймын. Және қою керек, осының артында билік тұр екен, анау тұр екен деген әңгіме өзі адам шаршатты өзі. Сондықтан ол азаматтың да құқы бар, ол азаматтардың да өзінің ұйым құрама, партия құрама, сайлауға қатыса ма, бақылай ма, мен тек қана қол соғып оларды қолдаймын. Біз көп болайық. Бәлкім біреуді сатып алуға болады, біреуді қорқытуға болады, біреу ауырып қалуы мүмкін, біреу түңілуі мүмкін. Сондықтан ертең оппозиция кәдімгі билік бір адамға қарап қалды ғой, сол сияқты оппозиция бір адамға немесе бір ұйымға қарап қалмауы керек. Уақыт келеді, мен сізге айтайын, уақыт келеді. Кәдімгі менің бірлігім деген идеяның өзі де ертең жоқ керек болмай қалады. Неге? Өйткені өркениетті қоғамда оппозицияның өзі де әртүрлі болу керек. Оппозицияның өзі әртүрлі болу керек өркениетті қоғамда. Бірақ біз әлі оған жеткен жоқпыз. Сондықтан дәл біз көп партиялы парламентті құрғанша, өркениетті саяси жүйе қалыптастырғанша, біз президент және парламент сайлауында бір жағадан бас, бір жеңнен кандидат шығаруымыз керек. Өте жақсы. Жаңа айтып өттіңіз ғой. Біздің қазақ, біздің халық қазір біреуге сенуден қалыпты. Неге деп ойлайсыз? Ол өзімізге байланысты, саясаткерлерге байланысты. Саясаткерлерді кейде сендіре алмай жүрген сіздер ме, әлде? Енді мен сендіре алмай жүрген, мен де соның ішінде кінәм да бар шығар, бірақ менің бір өзімді өзім сыйлайтын нәрсем, мен өзімнің осы күнге дейін айтып келе жатқан бағдарламалық ұстанымдардан айныған жоқпын. Бәлкім сене алмайтыны, бізге оппозицияға сенбейтіні халықтың бірнеше себебі бар деп ойлаймын. Біз кейде жеке бас амбициямызды қуып, сол тақ үшін таласып, партия үшін таласып, ұйым үшін таласып, масқара болып жатамыз. Сондықтан халық түңілген шығар деп ойлаймын. Екіншіден, біз нақты нәтижелерге жете алмай жатырмыз. Біз билікті сынаймыз, бірақ нақты я парламентке өте алмай жатырмыз, я президенттік сайлауда жеңіске жете алмай жатырмыз. Сондықтан қолынан іс келмейтін оппозиция деп халық бізден түңілген де шығар. Ол да бар. Үшінші мәселе ол мына біздің әлі ағартушылық жұмысымыздың аздығы. Жасыратыны жоқ, біз Алматыда отырып аламыз да, бүкіл бізді халық біледі дейміз. Жоқ, халыққа жету керек, халыққа бару керек, ауыл аймаққа бару керек. Бір жағынан ескі телевизорға телміріп қалған адамдар бар, бір жағынан смартфонға телміріп қалған адамдар бар. Сондықтан сол екі түрлі аудиториямен біз жұмыс жасауымыз керек. Және қазақ қоғамын өзімізге тарту үшін біз күнді түні жатпай тұрмай ағартушылық жұмыс жасауымыз керек. Сол арқылы біз халықты сендіре аламыз. Және де мен бір нәрсе айтайын, өте маңызды нәрсе. Біздің оппозицияда да көп ұйымдар сол тұлғаның маңайында бірігеді, көсемнің маңайында бірігеді. Бізде де бір жеке басқа табынушылық бар. Белгілі бір чиновник оппозиция кетті ма, өз партиясын құрады, маңайына өзінің жақындарын жинайды, олар оны мақтай бастайды. Белгілі бір банкир оппозиция кетті ма, маңайына өзінің адамдарын жинайды, ол тек оны мақтай бастайды. Жоқ, бізге платформалық, тұғырнамалық оппозиция керек. Яғни, мәселен, міне біз тұғырнама, белгілі бір бағдарлама қабылдадық па, соның маңындағы, басындағы көсем ауырып қалуы мүмкін, қартайып кетуі мүмкін, саясаттар шаршауы мүмкін, тұғырнама қалу керек, орнына басқаша адам кету керек. Шетелде солай емес па? Мысалы, қазір Меркель саясаттан кеттім деді, орнына басқа адам келіп жатыр. Партиясы қалды, бағдарламасы қалды. Ол Меркельдің жеке басының тірлігі емес, ол партияның тұғырнамасы. Сондықтан менің арманым болашақта сондай партиялар керек. Мәселен, мен егерде сондай бағдарламаның төңірегінде халықты жинай алсам, бір ұйым құра алсам, ол қосанды ертең қартаяды. Орнына басқа жас келу керек. Ол қартайса, орнына басқа келу керек. Мына үрдіс, мына демократиялық бағдарлама қалу керек. Біз сондай дәрежеге жететін өркениетті саясатқа жетуіміз керек. Bir ғана нәрсе. Қазіргі 7 кандидаттың ішінде ең жасы мен екем, 55 жасаған шаша қарған Әміржан Қосанов. Дұрыс емес. 40-тағы жастар келу керек. Міне Украинада 41-дегі Зеленский президент болып жатыр. Сондықтан мен бағдарламамда жаздым, мен президент болсам бір ғана мерзімге келем. Бір ғана мерзімге келіп, тиісті саяси реформаны жасап, конституцияны өзгеріп, әділ парламенттік жүйені құрып, онда жеңген партия үкіметті жасақтап, сот жүйесін тәуелсіз етіп, сөз бостандығын жасап, саяси реформа жасап, мен осы жолы сайлансам, 60-тағы мен кәрі болып қалам. Сондықтан 40-тағы жігіттер келу керек. Мен солардың ақылшысы болайын, кеңесшісі болайын.
Мен айтар едім, саяси реформаның тағы бір жобасы бізде мына Сенат, парламент, министр, әкімдер құрамында отырған бүкіл зейнеткерлерге айтар едім, ағайындар болды, жастарға жол ашыңыздар. Биліктің ішінде айтамын, биліктің ішінде де модернизация керек. Биліктің ішінде де кадрлық жаңғыру керек. Әйтпесе ана кісілер 70-ке келгенше отырады сол сенатор, депутат болып. Керек емес. Жастарға орын берсін. Сондықтан менің бір саяси тұғырнамам, платформам сонда. Сондықтан бізде бәсекеден қашпауымыз керек. Оппозицияның ішінде де праймериздер болу керек. Мысалы, келесі жылы президент сайлауы болатын болса, оппозиция бірігіп шығаратын болса, праймериз жасау керек. Праймериз деген іштей дауысқа салу керек. Ол пәленшенің ақшасы бар екен, құрылтайшы екен, немесе кезінде бастық болды екен дегеннен ол адам кандидат болмау керек. Демократиялық күштер іштей оның бағдарламасына, оның өтімділігіне, оның қайраткерлігіне, оның мінезіне, керек десеңіз оның сөйлеу қабілетіне, елдің алдына шығып өзінің дәлелін келтіре алатындай, қорғай алатындай сан түрлі қасиетіне қарап өз кандидатын ұсыну керек. Бағдарламаңыз жайлы кішкене қысқаша айтып кеттіңіз ғой. Енді осыны қазір көптеген көрермендер бағдарламаңыз бар, сайттарыңызға, порталға салынды, басқа жерде де таратылды, бірақ әлі де бір жете түсінбей жатқан кісілер бар екен. Соған бір нақты, қысқада нақты бір жеткізіп бере аласыз ба? Вау, бірден қолдайтындай. Егер де билік біз нұрлы жолды жалғастырамыз десе, біз нұрлы жолды бағытын өзгертеміз. Оны халыққа қарай бағыттаймыз. Міне, біздің ең басты мемлекеттік бағдарламаға қатысты ұсынысымыз. Екінші, бағдарламада біз мына биліктің қытығына тиетін, оның негізіне дейін, фундаментіне, іргетасына дейін күмән келтіретін баптарды айтып отырмыз. Яғни Конституциядан бастап. Және де біз осы бағдарламадағы саяси бостандықтар бізге азат, еркін ойлы азаматтардың қоғамын құруға мүмкіндік береді. Қазір ауылда жүрген ағайын әкімге сын айтуға қорқады, қудалайды. Журналист коррупция туралы жазуға қорқады. Белгілі бір азаматтар ұйым құрып оппозицияға шығуға қорқады. Бизнесмендер оппозицияға көмектесуге қорқады. Біз сол ахуалды өзгертеміз. Яғни біз еркін ойлы азаматтардың қоғамын құрамыз, оған біз бүкіл саяси механизмдер жасаймыз. Екінші, экономика. Экономикада қазіргі таңда экономика тек қана мұнайға телміріп, газға телміріп қалған жоқ. Қазір экономика халықтың емес, алпауыттардың мүддесін қолдап жатыр. Сондықтан біздің экономикалық бағдарламамыздың негізі шағын орта бизнесті дамыту. Яғни өз бизнесін ашқанда, рұқсат сұраған кезде, бизнес жасаған кезде откат, крыша дегенді доғару керек. Ол рейдерлікте доғару керек. Оның бәрі болу үшін үш нәрсе болу керек. Ол билікті шектеу, бүкіл заңдар доғарылу керек. Екінші, билік жүгінетін тәуелсіз сот болу керек. Үшінші, бизнес жүгінетін. Үшінші, бизнес жүгінетін тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдары болады. Менің өзіме талай бизнесмендер келеді. Менің анауым тартып алды, мынауым тартып алды деп, соны жарияламашы деп. Осы жағдай болған ғана бізде шағын орта бизнес дамиды. Шағын орта бизнес дамымаса, дамыса экономикасы дамиды. Әлеуметтік мәселелер қордаланып қалды. Оның бәрін шешуіне қазір ақша жоқ деп билік қазір шырпыр болып жатыр. Мен айтар едім, ақшаны табудың бірнеше жолы бар. Бірінші, ұрлауды тоқтату керек, ұрлықты. Жаңағы пайыздарды, әрбір жобаға, тендерге, мемлекеттік сатылымдарға беретін бүкіл парақорлықты тоқтату керек. Екінші, біздің шенеуніктер санын қысқарту керек. Баяғыда біз үкіметте жұмыс істеген кезде қазіргі Алматы әкімдігі отырған ғимаратта президент әкімшілігі мен үкімет сіңіп кеткен. Екі институт бір ғимаратқа сіңіп кеткен. Қазір Астананы қараңыз. Әр министрліктің өзінің бір сарайы бар. Сондықтан шенеуніктердің санын 30% қысқартсақ еш нәрсе болмайды. Сол жұмысын жалғастыра береді. Үшінші, біздің мына шетелге кеткен қаржылар бар, ұрланғаны бар, заңды түрде кеткені бар. Соның бәрін елге қайтару керек. Сол капиталды қайтарсақ, біз әлеуметтік мәселелерге шешуге көптеген жағдай жасай аламыз. Сондықтан жолы көп. Ал енді ұлттық болмысқа қатысты біздің өзіміздің бағдарламамыз бар. Оның ішінде тілге қатысты, Алаш Орда идеясына қатысты, біздің тәуелсіздігіне қатысты, біздің Еуропаға қарай дамуымыз керек қатысты біздің бағдарламалық өзіміздің баптарымыз бар.
Осының бәрін егер жүзеге асырса, ол бір президент үшін ол аз шаруа болмайды. Қазақ тілінің биікке көтерілуіне, қазақ тілінің заңды түрде өзінің дәрежеге жетуіне сіз ең бірінші не істейсіз? Ең бірінші мен былай істеймін. Біздің Қазақстан президенті болу үшін емтихан тапсыру керек екен де. Мен бар тапсырдым. Ал депутат, әкім, министр болу үшін ондай емтихан тапсырмайды екен. Неліктен президент тапсырады, неге министр тапсырмайды? Міне, бізді егерде қазақ тілін биліктің төріне шығарғымыз келсе, сондай емтихандарды енгізу керек. Егер сен басқа ұлттың өкілі болып, немесе қазақ тілін білгісі келмейтін қазақ болсаң, онда жеке бизнесте жүре бер. Бірақ сен депутат бола алмайсың, министр бола алмайсың. Сондықтан министрліктерге де сондай талап қою керек деп ойлаймын. Екінші, сол тізімді кеңейту керек. Яғни қоғамға қызмет жасайтын әрбір азамат барып қазақ тілінде өзінің талабын қойылатын органдарда, салаларда қазақ тілін білуді міндеттеу керек. Сол кезде біз қазақ тілінің шынайы өмірге араласуының алғашқы алғышарттарын жасаймыз. Өте жақсы. Бұрынғы бастығыңыз Әкежан Қажыгелдин туралы, Бергей Рысқалиев туралы не ойлайсыз? Не айтар едіңіз? Әкежан Қажыгелдинге мен ризамын, өйткені 30 жасар мені баспасөз қызметін басшысы қылып алды. Арамызда тамыр-таныстық болған жоқ, пара болған жоқ, ешкім мен жетектеп апарған жоқ. Ол өзі өз қалауымен мені баспасөз қызметіне алды. 3 жыл мен абыроймен жұмыс істедім. Сондықтан сондай мемлекеттік карьера жасауға мүмкіндік бергеніне рахмет. Екінші, оппозицияда РНПК деген партия құрып, мен ол кісінің орынбасары болғанмын. Сондықтан ол қызметтерде де біз ағайынды ретінде, саяси әріптес ретінде, саяси ағайынды ретінде қызмет жасап келдік. Мен оған да ризамын. Ол менің саяси карьерамда үлкен белестер болды. Қазір ол кісі дербес саясатта, мен дербес саясаттамын. Кейбір жағдайда біздің тактикалық көзқарасымыз бір-бірімізге ұқсамауы мүмкін. Ол міндетті емес, өмір бойы адам бір-бірімен жаңағы тек қана пікірлес болу. Бірақ жалпы Қазақстанда болып жатқан оқиғаларға қатысты, Қазақстанда орын алған ахуалға қатысты біздің пікіріміз бірдей, ұқсас. Біз рухани жақын адам деп өзім санаймын. Оның осы күнге дейін байланысымды үзген жоқпын. Оның отбасымен де, оның жора жолдастарымен де. Сондықтан біздің көзқарасымыз бірдей, өмірде бірге келе жатырмыз. Ол кісінің әрине елде болып, осында қызмет жасағаны, халқына еңбек сіңіргені керек еді. Бірақ солай жағдай солай болып, ол кісі қазір шетелде жүр. Бергей Рысқалиевті бір-екі рет көргенім рас өмірде. Атыраудың әкімі болды, одан кейін қудаланды. Мен президент болсам, осы сырттай сотталған барлық азаматтардың сотын қайта қарап, ашық елде тәуелсіз сотта өздерінің дәлелдерін келтіріп, өздерін қорғауға мүмкіндік берер едім. Және ол маған қатысты саяси шешім болмау керек, осын тәуелсіз сот шешім керек. Оны президентке де, премьерге де бағынбайтын сот шешу керек. Және оларға тағылған айыптарға олар өздерінің дәлелімен, құжаттарымен дәлелдеп елге оралуына, егерде заң бұзбаған болса, елге оралуына толық жағдай жасау керек. Жалпы қазақтың бәрі еліне қайту керек. Әблязовта да бар ма? Әблязовта да бар. Егерде Әблязовқа қатысты, Әблязов өзіне қатысты тағылған айыптарға қатысты уәждері, дәлелдері болса, онда ашық сот процесінде терезесі тең жағдайда бәсекелі түрде айтып, өзінің ақтығын дәлелдеу керек. Елге келсін, жұмыс жасасын, ол да қазақтың талантты жігіті. Жалпы Серік Медетбеков деген азамат бар шетелде, біздің қазақстандық шетел бюросының меңгерушісі, басшысы. Ол азаматтарда кезінде рейдерлік тартып алудан кейін шетелге кетуге мәжбүр болды. Басқа да азаматтар бар, бәрі елге қайтсын. Елге қайтсын, елге келіп жұмыс істесін, осында баршасына жұмыс табылады, қызмет табылады. Қамауда болдыңыз, сізді ұрып кетті. Сол кезде бір психологиялық қандай қысым алдыңыз ба? Сол кездегі Әбілжан Қосановтың психологиясы қандай болды? Мен өзіміздің қамауды мен соншалықты бір батырлық деп санамаймын. 15 тәулік деген ол ұйқыңды қандырасың, кітап оқисың. Әрине, ана жерде лас, гигиенасы да онша дұрыс емес нәрсе. Ол адамға комфортты жағдай емес ол. Бірақ мен оны соншалықты бір батырлық демеймін. Біздің айтайын дегеніміз, біз митингке шақырдық па, біз митингтің алдында жүрдік. Сол кезде біз қашқан жоқпыз, сырттай отырып шақырған жоқпыз. Бардық, білдік бізді отырғызатады. Отырдық, бардық. Ол батырлық деп санамаймын.
Мен үшін психологиялық жағынан өте қиын жағдай болғаны 97-те біз үкіметтен кеттім, 97-ші жылдың тамызының 30-шы тамызы деймін. Мен түн ортасында аяғы ауыр әйеліме келе жатқан кезде бір топ маска киген, қолдарында шоқпары бар, дубинкасы бар азаматтар келіп мені ұрып кетті. Сол кезде мен қорыққаным ана әйелімнің ішіндегі бала үшін қорықтым. Ана стресстен кейін қалай болады екен деп. Бірақ Құдайға шүкір, ол қызым қазір денсаулығы жақсы, мектепті алтын белгімен бітіріп, қазір шетелде грантта оқып жатыр. Тіпа-тіпа. Мен сол кезде Рахат Әлиевке звондағанмын. Өйткені маған айтқан жігіттер осы артында Рахат Әлиев тұр деп. Мен телефонын тауып алып, ол кезде мен үкіметтен жаңа кеттім. Менде телефондары бар. Сонда звондап айтқанмын. Егер де ертең осы менің кешегі сондай шок алған ана әйелім денсаулығына және ішіндегі балаға зиян келетін болса, орысша я тебя из-под земли достану деген, мен ол орысша сөйледі ғой. Ол трубканы қойып қойды. Ол Әміржан, мен қатысым жоқ, мен сені білем. Ол танимын ғой енді үкіметте жүргіз. Мен сені білем, мен қатысым жоқ, мен қазір тапсырма берем, табам олар деп айтқан жоқ. Ол трубканы қойып қойды. Сондықтан менің қатысы бар деп ойлаймын. Сол кезде маған психологиялық шок болды. Лас әдістер, лас тәсілдер, сосын сол Рахат Әлиевтің адамдары менің психологиялық қысым жасады. Мәселен, түн ортасында звондайтын. Әміржан, как дела? Дорогой друг, я тебя уважаю деп сөйлейді де біреулер. Сосын барып, ты там ночью не спи, ночью мы подождем твой дом дейді. Собирай детей, уходи дейді. Енді түнгі сағат 12-де қалай ол психологиялық, ол кезде ана телефондардың определителі болды. Сол кездегі телефонда, үй телефонынан. Онда сонда ана определителден шықпайтын өмірі. Менің үйіме жерлеу виногын алып келді. Амиржанов, дорогому Амиржанов от друзей деп. Сосын мен оны полицияны шақырсам, полиция үйге кіріп, ана жаңағы виноктан қарап іздеп жатқан кезде бір орыс әйел келіп тұр. Мен жерлеу бюросынанмын. Ертең сағат 11-ге Әміржан Қосановтың жерлеу рәсіміне ақша төлеп қойды дейді. Бәрін төлеп қойды. Сосын сұрайды, біз сізді мұсылманша жерлейміз ба, христианша жерлейміз деп. Сондайға дейін ақша төлеп қойған. Сосын сөйтіп отырған кезде почта келді. Оның бәрі ұйымдастырған. Пошташы келді, жедел хат алып келіпті. Мен 25 жасында қайтыс болған қарындасым бар. Соның атынан Әміржан, мен сені Кеңсайда күтіп жатырмын деп жедел хат алып келіпті. Оның бәрі психологиялық қысым ғой. Түн ортасында келіп мен тереземе тас лақтырып, ол тас түскен кезде сонда бесікте жатқан қызыма түседі екен. Терезенің қасында, батареяның қасында жатқан. Ол ана абырой болып, темір тор болып, сонда тұрып қалды. Түнде бетондап кетті есігімді. Таңертең тұрсам, түнде тұрсам, светті жаңағы телефонның бәрін үзіп тастапты. Полиция шақырсам, менің есігімді бетондап кетіпті арматурамен. Ана бүкіл есіктердің бәрін жаман сөздер жазып кетіпті. Соның бәрін кім істейді? Оның бәрін билікке сенген ғана адам істейді. Оны жай хулиган, оны маған не шатағы бар? Сондықтан одан мен өттім, мен оны онша батырлық деп санамаймын. Тіпті қылмыстық іс қозғап маған қоғамдық ұйымнан салық төлемедім деп маған қылмыстық іс қозғап түрмеге де жабамыз деді. Сол кезде маған, мен қазір ашық айтайын, маған биліктегі адамдар келіп қайтесің, оппозициядан бас тарт, мәлімдеме жаса, сосын сені соттамайды деген. Мен айтым, қалай мен оппозицияда өзімнің ойларымнан бас тартамын? Соттасаңдар, соттаңдар. Мен енді көпке отырғызбайтын шығар, мен банкир емеспін, олигарх емеспін, мен де көрейін осын деп айтқанмын. Сондықтан ондай жағдайларда мен өттім, мені қорқыту қиын. Сондықтан ол кездегі ең үлкен психологиялық шок мына соттар емес, жаңағы ұрып кеткендегі өзімнің отбасыма, ертең осы балаларыма да салқын тиіп кетпей ма, мүмкін отбасыма бір арандату жасай ма деген ой болды. Оны мен отбасыммен ақылдастым, бірақ осы күнге дейін менің әйелім де, менің анам да, менің отбасым да, менің ағайындыларым да менің осы халықтық жолда жүрген тірлігіме ешқашан шүбә келтірген жоқ. Олардың бәрі мені қолдап жүр. Сайлаудан кейін, сайлау өткен соң, Ақиқат партиясына кіресіз ба? Аты өзгерді ғой енді қазір. Енді Ақиқат партиясынан мен мүшеліктен шыққан жоқпын, егер мені сырттай шығарып жібермесе. Оған мен қатыспағаныма ол партияға 7 жыл болып қалды. Тұяқбай мырза мені съезге кіргізбегеннен кейін мен ондағы әріптестерім туралы ешқандай жаман сөз айта алмаймын. Ол мен өзім қолыммен бірге құрған партия, Тұяқбаймен бірге 5 жыл сол партияның бірінші орынбасары болдым, төрағасының. Мен ешқандай ғайбат сөз айта алмаймын. Онда да лайықты азаматтар бар. Әрине мен олардың
мені қазір қолдамай менің штабымда жүрмегенде мен әрине азамат ретінде өзімнің түсінбеуім бар, ренішім бар, бірақ енді мен оны саясаткер ретінде айтпай ақ қояйын. Қазір штабта жүріп осы күні қасымда жүрген кезде мен бәлкім менің жұмысым да жемістірек болар еді, менің насихатым да мықтырақ болар еді. Сондықтан оны ақылдасайық, сайлаудан өтіп алайық. Ол партияның өзі меніңше аса қатты мені күтіп жатқан жоқ шығар, өйткені мен барсам төраға болуы мүмкін, жұрт мені ұсынуы мүмкін, бәлкім ондағы кейбір адамдар оған қарсы болуы мүмкін, кім біледі оны. Сондықтан мен қазір пешіп-пішіп айта алмаймын, ондағы әріптестерім туралы мен ешқашан жаман сөз айтпаймын. Осы сайлауға байланысты Астана қаласына біз арнайы келіп бірнеше кісілерден сұхбат алған едік. Соның ішінде Тұрсын Жұртбай ағамыз, мен Әміржан Қосановты қолдар едім, егер Тимур Құлыбаевтан ақша алғанын немесе алмағанын анығын айтса дейді. Тимур Құлыбаевтан ақша алған жоқпын. Осы 55 жасының ішінде Тимур Құлыбаевты өмірімде бір-ақ рет көргенмін, бір жиында, бір ортақ бір жиында. Одан кейін мен ол кісіні көрген емеспін. Тимур Құлыбаев маған ақша беретіндей, ол онда бас істейтін шығар, ол оппозицияға ақша беретін болса, оның туыстары қалай қарайды, билік қалай қарайды. Сондықтан Тұрсын Жұртбай ағамызға айтарым, дауысыңызды маған сенімді түрде бере беріңіз. Өте жақсы. Енді неге Тимур Құлыбаев деп айтты? Білмедік, сондай мәселе айтты. Сыбыс бар ғой деймін. Мен Тимурды мақтап атсам, Тимурға бір жақсылық жасап атсам, бір жөн. Әкесін білетін едім, оны Асқар Құлыбаев ағамызды кезінде үкіметте жүрген кезде ол кісі министр болды. Бір-екі рет бір жиындарда кездескен. Бұл мәселе бірінші рет кездесіп тұр ма алдыңыздан? Жоқ, мен Ақорданың жобасы деп айтқан, және бір жерлерде біреулер Тимур Құлыбаевты ақша деп алып айтқан, бірақ Тимур Құлыбаев қазір менің шотыма ақша салса, сайлау комиссиясындағы, мен риза болар едім. Басқа енді оны шоттағымыз насихатқа, рекламаға, баннерлерді 10 есе көбейтіп, біздің бақылаушыларымызға ақша берер едім. Мен барып оның қалтасынан жырып, немесе тығып маған ақша берді. Ол былай, саясатта болсаңыз, қалай болғанда да қарсыластарыңыз жан-жақтан шығады екен. Мүмкін ойлайтын шығар, осы Әміржан алып атқан шығар деп. Мен алған жоқпын, сондықтан Тұрсын ағама бүгін звондап айтайын. Тұрсын аға, мен сенімді түрде барыңыз, қасыңызға жеңгемізді, құдаларыңызды ертіп барыңызды, дауыс бере беріңіз деп айтайын. Сіз де айтыңыз, Әміржаннан сұрадым, солай жауап берді. Сондай жауап болды деп па? Енді кеше сіздерден сұхбат аламыз деп келісім алғаннан кейін біз қажет арнамызға айтқан едік, құрметті көрермендер, сұрақтарыңыз ғой. Осындай сұрақтарыңыз болса қоя беріңіздер. Мен сол кісілердің сұрақтарына тоқталсақ. Көп бөлігі көрермендердің мынандай сұрақ қойыпты. Қасыңызда жүрген кісілер кімдер? Нұр Отанның қызметкерлері не қылып жүр деген. Штаб бастығы Дәурен Бабамұратов. Дәурен қазір қалыптасып қалған, жас болса да бас болып жүрген үлкен қоғам қайраткері. Көзге түсіп жүр. Және штабтың бастығы радикалды оппозиционер болсын деген ондай шарт жоқ. Мен өзім оппозиционер ретінде өзімнің бір электоратым бар. Бірақ бізге не керек? Бізге дауыс керек. Сондықтан дауысты жинау үшін мен Дәурен Бабамұратовты оппозиционер ретінде емес, азаматтық қоғамның өкілі ретінде. Азаматтық қоғамда тәжірибесі бар, ресми түрде оппозицияға қосылмай жүрген топтармен байланысы бар. Елде жаңалықты, өзгерісті қалайтын жастармен бірге деп алдым. Егер қазір өзім сияқты бір қатып қалған оппозиционер алсам, оның ана жақпен байланысы болмас еді, ол ана жақтағы жастар үйінің жұмыс істей алмас еді. Сондықтан Дәурен Бабамұратовты мен қатып қалған осы билікке жанығас оппозиционер деп санамаймын. Ол билікпен де жұмыс істейді, оның өзінің ұйымы бар, өзінің мақсаты бар. Бір айға келгеніне мен оған ризамын. Неге? Өйткені мені қазір сынап, мінеп жүрген оппозициялық ағайындар неге келмейді? Неге мен штабыма келмейді? Әміржан, осы билікке қарсымыз, бір ай осыны пайдаланайық, мен сенің қасында жүрмін деп неге келмейді? Сондықтан Дәуренге үлкен рахмет айтқым келеді. Ал кезінде ол Нұр Отанда болды ма? Мен де кезінде билікте болғанмын. Сонда не, мен билікте болсам, жоқ, қазіргі билікте, мен сынап жүрген, режим деп жүрген билікте болғанмын мен. Оған қызмет жасағанмын. Сондықтан мен сол билікте болдым деп, жоқ, енді мен оппозицияда бола алмаймын деп мен айта алмаймын. Ал қасында жүрген кейбір жігіттердің өздерінің көзқарасы ол өздерінікі,
Мен де мысалы биліктің кейбір оң тұстарын айтам. Мен де айтам, биліктің ішінде де патриотшыл, ұлтшыл, әділетшіл азаматтар бар. Мен биліктің бәріне қара күйе жаға алмаймын. Оның ішінде де мен сыйлайтын тұлғалар бар. Оның ішінде де мен сыйлайтын азаматтар бар. Сондықтан өмірде бәрін ақ қара деп қарауға болмайды. Мәселе штабқа маған қолынан іс келетін, электораттың көп деген сегменттермен жұмыс істей алатын, соның ішінде жастармен жұмыс істей алатын азаматтарды тартты. Мысалы, Абзал Досым деген азамат бар, жас жігіт, қазіргі бүкіл әлеуметтік желіде ол бір компанияның істейтін жұмысын жалғыз өзі істеп жатыр. Біз өзі асып тастатқан ақшамыз да жоқ, жасыратыны жоқ. Әйтпесе мен осы жерге саяси технологтарды тартып, мамандарды тартып, кәсіби азаматтарды тартар едім. Оған менің мүмкіншілігім де жоқ, жағдайым да жоқ, ондай мен ниетім де жоқ. Осы жігіттермен біз және облыстағы штабтармен бірге өз миссиямызды атқарып шығамыз деп ойлаймын. Мәке Әке деген жазылушыларымыздан сіз неге жан саны аз қалаларда жүрсіз? Халық сізді көргісі, тыңдап танығысы келіп шақырып жатыр. Шымкентке, Алматыға келіңіз. Кездесуді ашық алаңда неге жасамайсыз? Қандай да бір қысым, кедергілер жасалып жатқан жоқ па? Маған қысым жасау өте қиын. Маған біреу қысым жасаса, мен бірден баспасөз мәслихатын өткізіп жіберемін. Оны шетелдік елшіліктерден бастап, шетел басылымдарынан бастап бәрі естиді. Менің өзім тактикам бар, өзім стратегиям бар. Оны мен сіздерге бәрін ашық айта алмаймын. Тактика менің осы дауыс беру күніне жету. Өйткені біздің қызметімізге де, біздің мына науқанымызға да шұқшиып отырған тиісті ұйымдар бар, органдар бар. Осы қосанды неге тіркедік? Мына халықтың қолдауы көбейіп кетті деп айтқандар да бар шығар. Сондықтан мен оларға бір арандатуға или басқа бір нәрсеге жол бергім келмейді. Сондықтан біз облыстарды аралап жүрміз. Міне ертең дос көшім, менің сенімді өкілім, ол да мен үлгере алмай жүрген облыстарға барады. Міне мен жаңағы мені сынап атқан байкотшыларға айтар едім, келіңіздер менің қасымызға. Мен бара алмай жатқан ауылдарға, аудандарға барыңыздар деп айтар едім. Екінші мәселе, Қазақстанда 17 аймақ бар, 175 аудан бар, 7000 елді мекен бар. Оған бір қосандықтың баратын уақыты да, жағдайы да, қаржысы жоқ. Сондықтан біз қазір әлеуметтік желідегі жұмысымызды жандандырып жатырмыз, тікелей эфирлерге шығып жатырмыз. WhatsApp сияқты, мессенджерлер сияқты, YouTube, Facebook, Instagram арқылы қазір осы сайлау науқанының орта тұсына 1 минуттық 59 секундтық роликтер дайындап жатырмыз. Яғни мен кіммін, менің қандай бағдарламам бар, оның бәрін біз бір айдың ішінде жайып салмаймыз. Мен сізге бүкіл тактикамды айтып қойып жатырмын. Сондықтан ол бар. Ал енді былай ғой, енді біздің мен ұсынған ұлт тағдыры. Ұлт тағдырда ол бір көп ұйымның бірі. Мен оған үлкен рахмет айтамын. Бірақ онда да кадрлар әртүрлі. Кейбір жерлерде кадрларымыз мықты, кейбірлерде әлсіз. Ол өмір, әр ұйымның өзі бес саусақтың бәрі бірдей емес қой. Сондықтан біздің өзіміздің жиын өткізу, үгіт насихат жүргізу тактикамыз бар. Сонымен біз келе жатырмыз. Бізге ешкім қысым жасап жатқан жоқ. Біз қазір керісінше осы үгіт насихатты әлеуметтік желі арқылы, интернет арқылы, өздеріңіз сияқты YouTube арқылы біз жасап жатырмыз. Сондықтан мәселен былай ғой, облыстарға бару керек. Бірақ сен арқаланып барасың, залға 150-200 адам сияды, оның ішіндегі 150 сені онсыз да білетін адамдар, қалған 25-і Нұр Отаннан келеді, міндетті түрде бір ардагер келеді, бір ана келеді көп балалы, бір болашақта оқыған жас келеді, Нұр Отанды мақтайды, қалған 25-і жаңағы я полиция, я органдар, я баспасөз өкілдері. Болды. Сонда сен ана 200 адамға бола қаншама шығынданасың, жолың бар, пойызбен барасың, қайтасың, машинамен барасың. Сен отырып осы әлеуметтік желіде керек болса 500 мың адамға бір секундта жетесің. Сондықтан біз екі жағын қарастырып жатырмыз. Осы күндері бізде қазір әлеуметтік желі, қазір міне 2 сағаттан кейін тікелей эфирім бар менің. Осы жағын, екі жағын алып жүрміз. Және облыстарға қатысты менің облыстарда сенімді өкілдерім бар. Олар барып менің бағдарламамды, менің өмірбаянымды, менің кім екенімді күнде жүріп, ауыл аймақта айтып жүр. Әрине, мен өзім барғаным дұрыс, бірақ барлық жерге мен бара алмайтынымды ашық айтқым келеді, баруға тырысам. Және ең соңғы айтарым, біз қазір облыстарда кез келген жерде технология дамыған, біз былай келісіп отырмыз. Штабтарымызға келіп, мені қолдаушы сайлаушылар бар, сұрақтары болатын болса, біз видео кездесулер жасау дәстүрін қолға алып жатырмыз. Яғни ауыл аймақтар, әсіресе аудандарға, алыс аудандар азаматтар жиналады,
ол жиналған кезде бізге бір күн тағайындайды. Мен сол кезде смартфон арқылы осы жерде отырып, я көшеде жүріп, басқа бір іс сапарда жүрсем, қонақ үйде отырып шығам. Сондағы азаматтар 50 бола ма, 100 бола ма, 150 бола ма, солардың алдында өзімнің бағдарламамды айтам, күмәнді жаңағы қойылған сұрақтарына жауап беремін. Біз қазір технологияны пайдалануымыз керек. Келесі Бекнар Мұсабаев деген кісі, сайлау әділетсіз өтсе, әрекетіңіз қандай болмақ? Халықпен бірге биліктен әділдік талап етуге, алаңдарға шығуға дайын ба екен? Біз берген дауысты бізбен бірге биліктен талап ете аласыз ба дейді. Талап ете аламын. Мен қазір бүкіл жоспарымды ашпаймын сізге. Отырып алып билікке мен не істеп не қоятынымды айтпаймын қазір эфирде. Біздің ең басты ағайынды түсіну керек, неге біз бақылаушыларды қарап отырмыз. Билікке сен менің дауысымды ұрладың деп айту үшін бізде фактілер керек. Сол фактілерге қараймыз. Егер де ол фактілер шынымен де ушығып жатса, шынымен де менің дауысымды ұрлап жатса, мен неге шықпаймын? Неге шықпаймын? Неге мен ашық өзім пікірімді айтпаймын? Сондықтан біз бақылаушылар жүйесін дамытамыз, және бақылаушылар біреулер айтады ғой қазір сіз айтыңызшы, сіз шығасыз ба дейді. Мен әлі көрген жоқпын сайлаудың нәтижесін. Сайлаудың нәтижесін қарау керек. Облыстағы біздің штабтармен ақылдасуымыз керек. Міне пәленше жерде осылай ұрланды деген фактілер керек маған. Сол фактілерді жинап, мен өзімді салмақты, салихалы саясаткермін деп санаймын. Әйтпесе мен отырып алып тек жоқ, мен міндетті түрде шығуым керек деген ол немес, гәп емес. Сондықтан біз егерде сондай бізде мағлұматтар, мәліметтер болатын болса, біз сөзсіз биліктің алдына талапты қоямыз. Сөзсіз көзін бадырайтып тұрып, біз оған сол фактілерді көрсетеміз. Оған жұрт ойламасын, Әміржан отырып, тып-тыныш отырады екен. Яғни қазіргі президенттің сайлаудың әділ өтуіне кепілдік берем дегеніне бір антипиар өзінің істеп отырғанына бір қарсы мәселе ретінде алдына тарта аласыздар, иә? Егер сондай фактілер болатын болса, тағы да қайталап айтамын, бойкотшыларға айтарым. Сіздер бойкот жариялап, біздің бақылау процесімізге де кедергі жасап жатсыздар. Байкотшылар ертең отырып, жоқ, біз сайлауға да бармаймыз деп отырса, олар тек қана мен даусымды алып кетпейді, сонымен бірге потенциалды сол жерде отырып, ертең бақылаушы болатын азаматтарымыздан бізді айырып жатыр да. Мәселе сонда. Саят Деңгелбай деген кісі, сіздің сайлау штабыңыздың үгіт насихат агитациялық жұмысы неге әлсіз? Интернетті пайдаланып, Тоқаевтың ескірген агитациясын парша-паршасын шығаруға қауқарыңыз жететін еді ғой дейді. Шығып жатырмыз, мүмкіндігінше тікелей эфирге шығып жатырмыз, жауап беріп жатырмыз. Енді біздің соншалықты бір технологиялық видео жағынан мүмкіндігіміз жоқ. Өзіңіз көрсеңіз, қазір біз смартфон арқылы шығып жатырмыз тікелей эфирге. Сондықтан біз қолда бар мен базар. Егер де бизнесмендер келіп бізге көмектесеміз деп аппаратура әкеліп жатса, біз қолдаймыз, бірақ тағы да қайталап айтамын, бізде әлі сол қорқыныш үрей қалған. Ресми бизнесте жүрген азаматтар оңашада мені қолдайды, бірақ ресми келіп бізге қаржы беруден шамалы қорқақтайды. Сондықтан біз соның бір үлкен құрбаны болып отырмыз. Сондықтан әрине менің штабымда 50 адам істесе, менің штабым облыс емес аудандарда болып жатса, әрине менің жаңағы үгіт насихат материалдарыма қосымша ақша беріліп, ол миллиондаған тиражбен шықса, әрине біз басқаша жасар едік. Қыдырбек Тасқын деген жігіттен екен, референдум туралы рухтанып, халықтың барын риза қылып сөйлеген сөзіңіз бар еді видео. Сол сияқты видеоларды неге көп деп салмайсыздар? Салып жатырмыз, штабқа біз тапсырдық, бүкіл менің осы 20 жылда айтылған барлық видеоларын салыңыздар дедім. Өйткені халық білсін, Әміржан 2005 жылы не айтты, 2003 жылы не айтты, 98 жылы не айтты, 2013-те Жаңаөзеннің кезінде не айтты, референдум кезінде не айтты, халық білу керек. Әміржан өзінің айтқанына қайтпапты ғой деген сөз. Мен сол кезде айтылған ешбір сөзімді қайтып алмаймын. Сондықтан ол менің бірізділігімді, табандылығымды көрсетсе керек. Сондықтан біз қазір міне ол видеолардың бәрін сол кезде айтқан сөздері мен тіпті тапсырма бердім. Мақалаларымды жариялаңдар, сол кезде мен жазған. Патриархтың күзі деген мақала бар менде. Бүкіл билік жүйесіне кешенді түрде баға берген. Соның бәрін жариялаңдар. Халық оқысын. Әміржан бір күнде пайда болған феномен емес. Мен 20 жыл осыны айтып келе жатырмын. Өте жақсы. Болат Қуанышбаев, халықтың кредитін жауап бере аласыз ба? Бір кісілердің осы тұрғыдан көмектесемін деп кішкене желітіп, елітіп жүргені бар ғой, осы мәселе. Мен популист емеспін. Мен халықтың даусына ие боламын деп өтірік айта алмаймын. Оның артында үлкен экономикалық проблема жатыр. Мамандардың есептеуінше 9 миллиард доллар керек дейді. Бір мамандар маған айтады. Жаңағы потребительский дейді ғой жаңағы.
тұтынушы кредиттерді деп. Бір эксперттердің айтқаны. Бірақ екінші жағы бар. А неліктен мемлекет кезінде жеке банктарды құтқаруға 10 миллиард доллардан астам ақша берді? Ойланыңыз. Сондықтан бұл жерде саяси жігер, саяси ерік керек. Егерде ол бір өзінің ісін бастап банкроттыққа ұшыраған бизнесмен болса, неге оған көмектеспеке? Неге ол көп балалы семья болса, неге оған көмектеспеске? Неге ол жас болса, неге оған көмектеспеске? Сондықтан бұл жерде меніңше жалпылама мен көмектесем деп айта алмаймын, бірақ президент болып атсам, ешқашанда жеке банктерге 10 миллиард доллар көмек берілмейді. Ол 10 миллиард доллар табылып жатса, ол халыққа беріледі деп сөйтіп жауап береді. Өте жақсы. Мұхамметай Ануар, Қытай экспансиясына қалай төтеп береміз? Қытаймен достық жайлы. Қытай біздің көршіміз. Қытай еш жаққа көшіп кетпейді. Біз де еш жаққа көшіп кетпейміз. Сондықтан онымен санасу керек. Қытаймен дос болу керек. Қытаймен дос болу керектің тағы бір себебі, онда 1,5 миллион біздің қазақ бар. Егерде біз олармен қазір жанжалдассақ, дұшпандассақ, олар ана 1,5 миллион біздің қандастарымызға тізесін одан сайын батыруы мүмкін. Сондықтан бір үлкен эмоциясыз, үлкен салиқалы, сабырлы түрде, үлкен даналықпен керек болса шешетін саясат. Сондықтан отырып алып Қытайды жамандап, сосын сол Қытайды жамандаған видеоларды барып CCTV-дан көрсетіп, біздің сонда қазақтарға салқын тиіп кетпеу керек. Мен өзім кейде түсінбеймін. Осы Алматыда, Астанада отырып алып, анти-қытайшыл ұрандарды айтқыштар ойланбай ма? Осы біздің сөздеріміз ертең Қытайдың идеологиясы пайдаланады деп. Сондықтан Қытаймен терезесі тең, көршілес саясат жүргізу керек. Бірақ Қытайдың қойнына кірмеу керек. Қытайдан кредит алмау керек. Көршіңнен қарыз алма дейді қазақ айтады. Жер туралы да сұрағысы келіп тұр. Иә, сондықтан Қытайға экономикалық жағынан тәуелді болуға мен қарсымын. Қазіргі сол саясатқа, Қытайдың экономикасына, оның экономикалық мүддесіне уақыт өткен сайын біз тәуелді болу процесін тоқтату керек. Терезесі тең, тек қана Қазақстанға тәуелді жобалармен тиімді жобалармен жұмыс істеуіміз керек. Және біртіндеп сол қаржылық, экономикалық тәуелсіздіктен құтылу керек. Ол үшін Қазақстанның бүкіл әлеуеті, экономикалық әлеуеті жетеді деп ойлаймын, және оған саяси әлеует қосылу керек. Саяси әлеует ол жаңа келген басшылық, жаңа президент, жаңа парламенттің құзырында болу керек деп санаймын. Қытайда қазақтар мәселесін көтеріп жүрген Серікжан Біләшев жайлы. Серікжан Біләшевті мен бір-екі рет бір жиындарда көрдім. Жақсы танимын деп айта алмаймын. Оның қазақтардың Қытайдағы жағдай туралы ашық айтуы, ашынып айтуын қолдаймын. Жалпы әрбір қазақ ашынып, ашық айту керек. Оның ішінде қоғам қайраткерлері ашық айту керек деп ойлаймын. Ол құпия тақырып болмау керек. Бірақ Серікжанның сол осы тақырыпта жаңа Қытай мен қазақты бір-біріне қарсы қою тенденциясын қолдай алмаймын. Ол бір. Екіншіден кезінде қазір ол қиын жағдайда отыр, мен оны сынамай-ақ қойайын. Бірақ айтар едім, мен Серікжанды Қытайдағы қазақтардың жанасы ретінде қолдаймын, бауырым ретінде қолдаймын, оған қол ұшын беруге дайынмын. Бірақ ол білу керек, екі мемлекеттік арақатынасқа салқын тимейтіндей сондай бір саясат ұстану керек сияқты мен ақыл айтпай-ақ қояйын, бірақ қолдаймын. Мен Серікжаннан өзімнің жаңағы іргемді алып қашпаймын. Ол да біздің қазақ, ол да шырылдап жүрген азамат, бірақ саяси баға берген кезде саяси қателіктерге ұрынбасын. Мысалы, түркілер идеясы қатысты бір идеялар бар ғой, жұртта мен айтпай-ақ қояйын оны табалаған болмаймын. Бірақ осы жерде абай болып, мейлінше заңға, Қазақстан заңы болсын, Қытай заңы болсын, соның ішіндегі сол жақта жүрген ағайынға тиіп кетпейтіндей салиқалы сөйлесе деген мен ұсынысым бар. Жақсы. Асығат Манай, Қосанов мырза ел президенті болса Тоқаевты қандай қызметке тағайындайды? Парламентте қандай өзгерістер орын алады? Жалпы бізде былай болу керек қой. Бізде маған ұнамайтыны үкімет отставкаға кетеді, премьер ауысады, бәрі орында қалады. Мен былай істедім. Бізде неге үкімет дұрыс жұмыс істемейді? Оларда ұжымдық жауапкершілік жоқ та. Мысалы, олар білу керек. Мен пәленше министр білем, егерде үкімет отставкаға кетсе, мен де кетем деген онда түсінік болу керек. Сол кезде ол ана үкіметтің патриоты болады.
өзінің әріптестерімен бірге болады, солармен рухтас болады, ниеттес болады. Ал бізде отырады, премьер кеткеннен кейін оның орынбасары кеше соның саясатын жүргізген адам премьер болып қайтқан болады. Сондықтан мен айтып отырған парламенттік жүйеге келу, парламенттік президенттік жүйеге келу. Сайлауда жеңген үкімет құрсын, сосын ол өзінің бағдарламасын жүзеге асырсын. Оны халық қолдайды ғой. Яғни сайлауда жеңсе, яғни халық қолдады деген сөз. 5 жылда жүзеге асырылса, келесі жыл тағы сайлансын. А бірақ асыра алмаса, халықтың өзі оны сайламайды. Сол кезде сол үкімет түгелімен керек болса оппозицияға кетсін оппозицияға. Партия құрсын, жаңағы орнына келген үкіметке қарсы білікті, білімді, парасатты, үлкен кәсіби деңгейде сын айтсын. Менің ойым, арманым сондай. Сондай үкімет ауысу жүйесіне келетін болсақ, онда Тоқаев та ертең қазір биліктің өкілі ретінде ол оппозицияға кету керек. Ол неліктен оған қызмет беру керек. Мәселе сондай, логика сондай болу керек та. Сосын бізде саяси адамның карьерасын тек қана мемлекеттік қызмет, маған сұрақ қояды, сіз мемлекеттік қызметке барасыз ба, бармайсыз ба деп. Ол адамның өмірлік мұраты, мақсаты министр болу, президент болу, я премьер болу емес қой. Адамның өзінің кәсіби деңгейі бар. Мысалы, мен журналистпін, кітап жазамын, сұхбат сіз сияқты хабар жүргізетін шығармын. Мен басқа да өз наным табам. Сондықтан мен мына ылғи айтам, саясаткерлер де өзінің кәсібімен айналыссын. Саясаткерлер де өмір бойы президент, өмір бойы премьер болу маңдайына жазбаған шығар. Сондықтан әркім өз кәсібімен айналысу керек деп ойлаймын. Біздікілер солай қабылдайды. Басқаша болу керек. Жақсы. Болатбек Мадиянов деген кісі, Назарбаевқа қатысты қандай қадамдар жасайсыз, қауіпсіздік кеңесінің төрағасы болып қала бере ме дейді. Ең үшін конституцияны өзгерту керек. Конституция өзгеріп, референдумда қауіпсіздік кеңесінің мәртебесі басқаша болатын болса, онда Назарбаев та онда басқаша қызметте болады. Оны тағы да қайталап өтем. Мен бір нәрсені айтқаннан кейін содан қайтпауым керек қой. Конституцияны өзгерту үшін референдум керек. Сондықтан конституциялық референдум керек. Сол реформаны, референдумды бекітіп алсақ, өзі өз орнына келеді. Жақсы. Әміржан Сағидрахманұлы, сіз кешірім сұратындай, біреуден кешірім сұрайтындай әрекеттер жасадыңыз ба? Халықтан кешірім сұрайтындай жасаған жоқпын, бірақ осы күнге дейін Қазақстан оппозициясын біріктірем деп жүріп, біріктіре алмағаным үшін кешірім сұраймын. Бәлкім онда да менің де кінәм бар, өйткені мен сол оппозицияның ішінде жүрдім, басшылардың бірі болдым. Сондықтан осы күнге дейін Қазақстан халқының нақты оппозициядан, нақты тұлғалардан көңілі қалғанына менің де адами үлесім бар, сол үшін кешірім сұраймын. Жармахан Тұяқбаев кешірім сұрады, иә? Жармахан Тұяқбаев 1986 жыл комсомол. 86 жылы 14 студентті оқудан алып қалуға 22 жасар мен тікелей атсалыстым. Комсомол комитетінің хатшысы деген қызмет ол сондай бір давра болғанмен 3-ші курстың студентімін, жатақханада тұрдым, жұртпен бірге стипендия алдым, жұртпен бірге 2 күн алаңда болдым. Сондықтан отырып алып сен бүйтпедің, сөйтпедің дегенге мен не айта аламын, 22 жасар бала сол кездегі. Бірақ 14 әріптесімді алып қалдым. Ана Жарылқап Қалыбай таққан айыпқа менің старостам Абай Иманбаев әлеуметтік желіде өте жақсы жауап берді. Мен Әбекеңе рахмет айтқым келеді, өйткені сол кезде мені көрген талай адамдар үндемей қалды. Нұрымжан Маутовқа рахмет айтамын, Гүлмира Сейітбековаға рахмет айтамын, басқа Шоқан Сыздықұлына рахмет айтамын. Сол кезде олар Жарылқаптың маған жапқан күйесіне олар лайықты тойтарыс берді деп ойлаймын. Мен өзім Жарылқаптың неге соншалықты маған шүйліккенін түсінбеймін. Өйткені осы күнге дейін сәлемі түзу болды. Егерде мен шынымен сондай оңбаған болсам, ол менің араласпау керек еді ғой. Өзінің журналына шақырды, тойларына шақырды. Бір саяси заказ бар шығар деп ойлаймын. Әйтсе ол солай араласпай кету керек еді. Бірақ осы жерде бір нәрсе ашық айтам. 22 жасар болсам да мен сол кездегі Аманғазы Кәріпжанов деген ақын жігіт, үлкен белгілі ақын, және Гүлнар Ахметованың фамилиясын ұмытып қалдым. Сол екеуі ректорға комсомол билетін жыртып бетіне лақтырған. Сол үшін олар оқудан шықты. Оларды сөзсіз мен алып қала алмадым. Тағы да қайталап айтам, ректордың бетіне комсомол билетін лақтырған. Мен соларды нағыз желтоқсан батыр деп санаймын. Өйткені олар біз сияқты желтоқсанға көтеріліске бардық деп ол кезде ашық айтқан жоқ. Бармадық деп айтпады. Олар барды, билетті лақтырды. Нағыз батыр, нағыз ұлтшылдық,
нағыз патриотизм сол осы екі менің журфакта бірген студентте деп ойлаймын. Сондықтан Аманғазыны, Гүлнарды сол қылық үшін батыр деп санау керек, үлкен сол заманның үлкен тұлғалар деп санау керек. Және де басқа да факультеттерде сондай азаматтар болды. Солардың бәрін зерттеп, менің бағдарламамда желтоқсан шындығын айту керек, соның ақиқатына көз жеткізу керек деген арнайы бап бар. Басқа мен былай тұрмыстық деңгейде кешірім сұрайтын туысқандарым, жора жолдастарым бар шығар, ренжітіп қойған, бірақ саяси тұрғыда менің бетім ашық, дәл халықтан кешірім сұрайтындай мен ешқандай бір қазақ халқына, ұлтына, демократиялық күштеріне обал болатындай бір кешірім сұратындай қылық жасадым деп айта алмаймын. Қателіктерім болған шығар, қателіктерім, бірақ олар кешірім сұрайтындай қателіктер емес. Өйткені бір адамдарда қателесуі мүмкін, белгілі бір ұрандардың төңірегінде қателесуі мүмкін, белгілі бір ұйымдардың ішінде жүріп бір адамдарға қатысты шешім қабылданған мүмкін. Енді мен партияның төрағасының бірінші орынбасары болдым, атқару комитетінің төрағасы болдым, бас хатшы болдым, бәлкім біреулерге тиіп кеткенде шешім қабылдаған шығармын, бірақ ар жағында менде ортақ мүдде, ортақ ұйымдық мүдде болды. Кешірім сұрайтындай ондай мен қимыл әрекет жасадым деп айта алмаймын. Сұхбат барысында айтылмаған, айтылмаған ойыңызда жүрген шындық бар ма? Бір шындық осы айтатын шығар, Әміржан Қосанов неге осы 22 жыл бойы оппозицияда жүр, осы бір тып-тыныш отырмай ма, билікпен ауыз жаласа, бір қызметке бармай ма, не бар деген бір ой бар шығар, бұл Әміржан не істеп жүр деп. Мен тағы да қайталап айтайын, мен өмір бойы сол әділетсіздікке жаным қарсы. Мен әділетсіздік көрсем отыра алмаймын. Мына менің бәлкім осы 22 жыл бойы ұмытылмай халықтың санасында, зердесінде жүргенімнің бір үлкен себебі бар. Мен журналистпін. Мен апта сайын қазақша, орысша мақала жазам. Қазіргі мына Фейсбуктың заманында пост жазам, саясатқа араласам. Сондықтан мен ешбір партияның жетекшісі болмасам да халық мені таниды. Сондықтан айтылмаған бір шындық болса, шындық сол. Әміржан осы президент сайлауына қатысты ма, қатыспады ма? Тағы да қайталап айтамын, егер де біз бәріміз бірігіп бойкот жариялағанда мен қатыспас едім. Мен бүйректен сирақ шығармас едім. Мен өзімнің ұжымдық келісімге келісер едім де айтар едім. Ал енді бойкот жарияладық, енді не істейміз деген мен сөзді айтар едім. Бірақ олай болмады. Сондықтан шындық сол. Әміржан Қосанов деген қазақтың бір қара баласы өзінің өмірін, мен 55-ке келдім, сол 22 жыл бойы шындықты айтып шырылдап жүріп соған сарп етті. Мен бұдан ешқандай дивиденд күтпеймін, биліктен бір нәрсе күтпеймін, халқымнан да көп нәрсе күтпеймін. Өйткені халықтың тек өзінің құрметінен басқа, қолдауынан басқа берері жоқ. Сондықтан шындық сол. Әміржан әділетсіздікке қарсы болғандықтан осы саясатта жүр, әлі жүре бермек. Біреулер айтады, мен біреудің жобасы ертең осыны орындайды да саясаттан кетіп қалады. Жоқ, мен кетпеймін. Мен осы қалай айттым, мен сізге уәде беремін. Осы бағдарламамды бір жылдан кейін де Құдай денсаулық берсе, зейнетке шыққанша дейін айтамын. Сосын зейнетке шыққасын мен айтамын жұрттың бәріне. Мен сіздерге үлгі көрсетейін. Зейнетке жеттік па? Қояйық, құрметті демалысқа шығайық. Мен партияның лидері болайын, я болмаса бір басылымның жетекшісі болайын, я бір қоғамдық ұйымның жетекшісі болайын, я тәуелсіз журналист болайын. Міне, мына отырған қызметті жастарға беру керек деп мен уәде беремін. Маңайымда сол кезде жүрген жастарға соны беремін. Жастарға сенесіз бе? Қазақтың жастарына сенемін. Қазіргі біздің үлкен болашақтың потенциалы, болашақтың үлкен әлеуеті жастарда жатыр. Ол жастар ешбір оппозицияға да, билікке де, үшінші күштерге де, олигархтарға қарамайды. Қазір еркін ойлы, азат ойлы мәселенің төтесін қоятын жастар қалыптасып келе жатыр. Жалпы мен айтар едім, қазіргі Қазақстанның болашағының негізгі кепілдігі ол тіпті кейде жастар жылы деп жастармен ойнайтын билікте емес, жастарға үміт артамын деген оппозицияда емес, үшінші күштерде емес, жастардың өзінде. Сондықтан қай саясаткер, қай партия, қай ұйым, қай қозғалыс, қай платформа жастармен тіл табыса алады, жастармен бірге бола алады, соның болашағы мықты болады деп ойлаймын. Жастармен тіл табыса алмаған, жастардың қолдауын таба алмаған кез келген саяси күш оның болашағы бұлдыр және өзін дегеніне жете алмайды. Назарбаевпен енді кездессеңіз. Иә. Қандай әрекетке барасыз, қандай әңгімелер айтасыз? Мен айтар едім, Нұрке, мен осы 22 жыл бойы айтып келе жатқан мақалаларымызды оқымасаңыз, олардың ішіндегі сіздің құлағыңызға, сіздің назарыңызға жетуге лайықты бір 3 нәрсе бар еді. Сол 3 нәрсені мен сізге айтайыншы деп айтар едім, және ол 3 нәрсе
менің қазіргі айтып жүрген бағдарламамның квинтэссенциясы, негізгі сығындысы, негізгі көрсеткіші болар еді. Басқа мен ол кісімен жеке басына қатысты немесе намысына тиетіндей сөз айтып қайтемін. Мен сол өзімнің мына Нұреке сізге бәлкім дұрыс жеткізбей жүрген шығар, бірақ мына 3 нәрсені жасау керек деген әңгімені айтар едім. Оның ішінде саяси реформа, халықтың жағдайы, биліктің ауысуы, конституция сияқты нәрселерді айтар едім. Өте жақсы. Қымбат уақытыңызды бөліп бізге сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Алдағы сайлауда тек қана сәттілік дейміз. Рахмет. Сіздерге рахмет, маған осындай мүмкіндік беріп, қоғамның көкейіндегі сұрақтарды жеткізіп жатсыз. Мен сіздермен осылай сұхбат жасағаныма ризамын. Осы хабар арқылы Қазақстанды өзгертеміз, Қазақстанды жаңартамыз деген қазақтың саны көбейе берсе, маған одан артық ешнәрсе керек емес. Рахмет.